Көнерген сөздер. Бұл сабақты біз көнерген сөздерден бастаймыз. Осы тақырып саған бұдан бірнеше ғасырлар бұрын ата-бабаларымыздың қандай сөздер қолданғаны туралы қысқаша мәліметтер береді. Әр түрлі тапсырмалар орындап, қалай меңгергеніңді түсінесің. Олар шығармашылықты, ойлануды қажет етеді. Ендеше, табыс тілейміз. Көнерген сөздер. Ғылымдағы және техникадағы өнер мен мәдениет, қоғамдық әлеуметтік өмір мен әдебиет саласындағы жаңалықтар лексикаға да үнемі ықпалын тигізіп отырады. Өткен дәуірлерде болған кейбір наным сенімдер, әдет ғұрыптары, үй мүлкі, шаруашылық бұйымдары халық тұрмысының дамуына байланысты азайып, қолданудан шығып қалады. Соларға қатысты сөздер мен атаулар да ескіреді, яғни қолданудан шыға бастайды. Мысалы, шоқпар, соқа, сойыл, найза, айбалта, қорамса, малта, ояз, зындан, күң, құл, болыс, жүзбасы, сарбаз, періште, дабыл тәрізді сөздер бүгінгі өмірде көп қолданыла бермейді. Бұлар белгілі бір дәуірдің, тарихи кезеңнің тілдік көрсеткіш ретінде жұмсалуы мүмкін. Олар көнерген сөздер деп аталады, және олардың кейбірі жаңа ұғымдардың келуімен байланысты жаңарып қолданылуы да мүмкін. Тілде көнерген сөздердің историзмдер және архаизмдер деп аталатын екі түрі бар. Кейбір заттар мен құбылыстар күнделікті өмірден шығып қалып, сол ұғымдарды білдіретін олардың атаулары сөздерде көнеріп, тілде қолданылмайды. Мысалы, сұлтан, атшабар, ояз, барымта, дүре, малай, күң, құл, бай, болыс тағы басқалары. Мұндай сөздерді историзмдер дейді. Бұрынғы атаулары ескіріп, кейін басқа атауларымен беріліп жүрген заттар мен құбылыстар бар. Мысалы, жасақ, немесе қол, әскер, қолбасы, әскер басы, поштабай, хат тасушы, жатақ, отырықшы, серіктік, бірлесу, қосын, ұйым, желек, орамал, тағы басқалары. Қазірде осындай басқа атаулармен беріліп жүрген заттар мен құбылыстардың бұрынғы атаулары архаизмдер деп аталады.